Өкініш. Авторы Асылтас Жеңісқызы. 2 бөлім. Ашуланып шыққан әкем бірден директорға кіріп, мұғалімнің сазайын беруін бұйырыпты. Әкемнің маған ғана мейірімділігі бардай көрінетін түрінің сұстылығынан көп адам жасқанушы еді. Сол күннен бастап директорымыз Гүлім апайдың соңына түсті. Ескертпестен сабақ үстіне кіріп келіп, сабаққа қатысатынды, қағаздарын тексеріп дұрыс еместігін айтатынды, жиі сынға алатын, көзіммен көріп құлағыммен естіп жүрмін. Оған мен марқайып мақтанбасам, жасқанып ұяла қоймадым. 1-2 айдан соң Гүлім апай өз еркімен арыз жазып, жұмыстан шығып кетті. Түртпектен қашқанын бәріміз білдік. Жеңіс менікі. Алайда ол кісінің күйеуі 1 апта жұмыс істесе, 1 ай көшеде аунап жатып ішетін. 3 баласы бар еді. Жұмыссыз қалғанына анам мені және әкемді кінәлап, біреудің сорын қайнаттыңдар-ау, шиеттей балаларын қалай асырайды енді, байының сиқы анау. Ай қайдам, мұның да көз жасымен өтемі болары анық қой деп терең күрсінді. Әкем болса, менің қызымды ұратын адам әлі туылған жоқ, көзімнің тірісінде ұрмақ түгілі ешкімнің көзін алартпаймын деп шашымнан иіскеді. Мен мәзбін. Осылайша 9-шы сыныпты аяқтап, колледжге түсемін деген ой келді. Ойыма бір нәрсе келсе, соны жасамайынша тыным таппайтын едім. Қалайда алып шаһар Алматыға баруым керек деп мақсат қойып, қиғылық сала бастадым. Себебі ауыл қызықсыз еді. Күнде таңертең сабаққа барасың келесің. Сиырдың, қойдың даусы, иісі, сүт, айран, ет дегеннен жерініп, қаланың өмірін, қыдыруды, еркін жүруді аңсай бастадым. Әрине, әкемді де көндірдім. Үлкен ағам Алматыда тұратын, бірақ вахтада жұмыс істейтін, 21 күн үйінде, 21 күн жұмысында. Жарайды, бір барып алайын, ол жағын ойластырамын деп Алматыға аттандым. Медколледжге ақылы бөлімге түстім. Алайда ағамның үйінде өкпем қысылды. Менің келген арманым мен мақсатым мүлдем басқа. Апама жездем сай дегендей, группамда өзім сияқты жеңілтек ұшқалақ қыз бар екен. Сол маңайда пәтер жалдап тұрады. Бар арманым сол қыздың қасына көшіп бару болды. Түнімен қыдыру, темекі шегу, қысқа киіну. Өмірдің қызы осы шығар деген ой келді. Әкем күніге кешке үй телефонына қоңырау шалатын. Бір күні, пап, маған үй алыс болып жатыр, оқудың айналасынан пәтер қарастырайын дедім. Жоқ, ешқашан олай ойлама, туған ағаң тұрып, пәтерде жүрмейсің деп қысқа қайырды. Ағам барда, момақан қозыдай үй тірлігін жасап, бала қарап жүремін. Ағам жұмысына кете сала, сен маған ақыл үйретпе деп жеңгемді жекіп. Түнімен әлгі құрбыммен қыдырамыз. Темекіні де, ішімдікті де сол кездерде үйрендім. Жеңгемен жиі шекісіп қала бердім. Ағам келгенде сүтке тойған қозыдай айтқандарынан шықпаймын. Жеңге мені басында ақылын айтып, сабырға шақырғанымен кейін білгеніңді істе деп қолын бір сілтеп, маған бетіме де қарамайтын болды. Маған да керегі осы. Ағама, жеңге менің үйде жүргенімді жақтырмайтын сияқты ма, қалай деп ұрыстың ұшын бір бастап қойдым. Ағамның үйінен қалайда кетуім керек дедім. Жеңгемен ала көз болуым да сол үшін. Ағама, жеңге мені жақтырмайтын сияқты дедім. Сол түні екеуі бөлмелерінде қатты ұрысты. Ұрыстың себебі мен әрине. Естіп жатырмын. Сен неге менің жалғыз қарындасымды жақтырмайсың? Үйде жүргені саған салмақ салып жатыр ма? Не қабағың бір ашылмайды деп ағам шықты. Этаждағы үйлердің даусы басқа бөлмеде отырса да, дәл қасыңдағыда естіледі екен. Кім жақтырмай жатыр? Жүр ғой деп қысқа қайырды жеңгем.